Ыбырай Алтынсарин. Малды пайдаға жарату. Бір үйші жұмысымен көп мал тауып тұрса да, сонша азбен қанағат етіп аз жұмсап тұрады екен. Бір күні көршісі сұрады: осы сен бай бола тұрып, малыңды қай жаққа жібересің? Көзге түсетін еш нәрсен көрінбейді деді. Үйші айтты: тапқан малымны бір бөлімен борышымды өтеймін, бір бөлімін өсімге беремін. Қойшы батыр, сенің борышың бар ма еді, және өсімге қанша ақша беруші едің деді. Үйші айтты: қарт әке-шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған борышым деп білемін. Өзімен туған балаларға оқытуға, асырауға шығарған малымды өсімге берген мал деп білемін. Балалар адам болып біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышымды өтегені емес пе деді. Достар, Ыбырай Алтынсарин бұл әңгімесі арқылы бізді еңбекқорлыққа, тиянақтылыққа, үнемділікке тәрбиеледі. Ата-анамызға құрмет көрсетейік, балалар.